2021 жылы жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толады. Жамбыл Жабаев өзінің ғасырға жуық ғұмырында тау мен даланы жырлады. Поэзия әлеміндегі туған халқының мақтанышы, әлемдік деңгейдегі жыр алыбына айналды. Жамбыл халық ақыны. Сол халықты күнге құлақ түрейік. Биыл қазақ халқының ұлы ақыны, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толып отыр. Жамбыл мұрасы мәңгілік елдің мирасы. Ұлылардың ұстанымын жалғастырған Жамбыл жырлары рухани асыл мұрамыз. Жамбыл Жабаев, менің пірім сүйінбай. Менің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай. Екпініме кескен, кетер мекен жығылмай. Селтен деген ақынды көрмеуші едім шыбындай. Қане, сөйлеп жіберші, айтыспағын шынымбай, деп келдің бе Жамбылды күнде жеңген шыбылдай. Қазақстан тойына халықтың енді міне жетілгені, құрыштың білінбейді кетілгені, аталып Қазақстан ел боп туып, үй тігіп, ірге қалап бекілгені. Болайық үкіметке кедей ұйтқы, секілді темір тіреу көпірдегі. Жарқырап тұла бойды шаттық кернеп, ажарым шырайланды бетімдегі. Ағытқан бар арының арғымақтай, қиырдан қия шауып лепіргені. Сенімен туған елім біте қайнап, жанымен әңгімені шетіндегі. Сондықтан бабан Жамбыл әнге шырқап, қырандай қос қанаттың серпілгені. Жастар алдындағы сөз. Ендігі тілек біреу-ақ қимылдап қал тілмен жақ. Не қылса да Жамбылға енді жастық кез келмес. Жүрегінде сақтаулы асыл сөзі өзгермес. Сендердікі бұл заман оған талас сөз болмас. Қорытса да қаншама өзгеріп алтын жез болмас. Аяққа шылғау қылса да асыл жібек бөз болмас. Балшық қосып соқса да дүрі гауһар тас болмас. Жырдың асыл кенімін айтысқандар менімен талай жеңілген. Қыза шапса шындарлан, жері болмас тең түспес. Айғайласа да шын ақын әні болмас, ел білмес. Жамбыл Жабаев қайта келген жастық. Бұл Жамбыл жасап отыр 90 жасты. 90-нан әрі кетіп 100-ге жасты. Шебер сөз, асыл мерует, шаттық кие. Жамбылдан енді сірә құтылмасты. Бұл Жамбыл көрген бұрын талау таран. Кез болды енді оған алтын заман. Кең жатқан байтағылан шежіремін. Тарихтың домбырасын қолыма алам. Жамбылдың ардақталып бұл сөзі. Гауһардай нұрын төккен ектің көзі. 90-да қайта алып 25-ті жасарып қарт бабамның тұрған кезі. Қарағанды қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жыл толуына арналған челленджді ақынның туған жеріндегі Тараз қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне жолдайды.